Баршаңызға сәлем. Бұл видеода құрғақ бетке арналған үй жағдайында оңай әрі жылдам жасалынатын маскалар жайлы айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Беттің құрғақ терісіне арналған маскалар майлы кремді қолданғаннан гөрі теріге пайдалырақ ылғалдандыру әдісі болып табылады. Құрғақ бет терісі бұл өте кең таралған құбылыс. Оның себебі көптеген факторлар болуы мүмкін. Суық мезгіл, күннің ұзақ әсер етуі, авитаминоз, стресс, дұрыс күтім жасамау. Сондай-ақ жасы ұлғайған сайын адамның май бездері секрецияны аз шығарады. Нәтижесінде тері құрғайды. Құрғақ теріге арналған маскаларға арналған рецептер. Ылғалдандырудан басқа маскалар пилингті жояды, теріні қоректік заттармен қанықтандырады, әжімдер мен құрғауды болдырмайды, теріні қатайтады. Төмендегі рецептер әсіресе тиімді. Бал маскалары. Бірде-бір қатынаста сумен сұйылтуға болады. Бал қосылған сүт маскасы әсіресе пайдалы. Бір ас қасық бал мен бір ас қасық сүтті араластырып бетіңізге жағыңыз. Сары май маскасы. Бір жұмыртқаның сарысын шай қасық зәйтүн немесе тазартылмаған өсімдік маймен араластырыңыз. 2 қабаттап щеткамен бетке жағыңыз. Құрғаған кезде дымқыл тампонмен ағылыңыз. Өте құрғақ теріге арналған майлы қияр маскалары. Қиярды ірі күште өткізіңіз. Қаймақ немесе кілегеймен араластырыңыз. Алынған қоспаны 15-20 минут бетіңізге ұстаңыз. Жылы сумен шайыңыз. Ашытқы маскасы қабынуға қарсы және қалпына келтіретін әсерге ие. Оны дайындау үшін сізге бір ас қасық құрғақ ашытқы және бір қасық қаймақ қажет болады. Өсімдік майын қолдануға да болады. 20 минуттан кейін жылы сумен жуыңыз. Жеміс маскалары. Ең қоректік заттардың бірі банан маскасы. Бір піскен жеміске бір ас қасық қою қаймақ араластырыңыз. 15 минутқа бетіңізге қалдырыңыз. Кепкеннен кейін маска тампонмен жойылады. Құрғақ теріге арналған шөп маскалары. Тері тесігін тазартады және емдейді. Мұндай маскалар үшін құрғақ түймедақ, жалбыз, одуванчик қолданылады. Шөптер майдаланып туралады және 15 минут қайнаған суға құйылады. Содан кейін оларды дәкемен сығып алып, жарты сағат бойы бетіңізге жылы ботқаны ұстаңыз. Содан кейін шайыңыз және ылғалдандырғышты қолданыңыз. Құрғақ теріге арналған маскаларды қалай қолдануға болады? Маскалардың ылғалдандыратын әсері болуы, терін нәрлендіруі және оның қартаюына жол бермеу үшін оларды қолданудың негізгі шарты жүйелілік болып табылады. Сондықтан маскаларды аптасына 2-3 рет, кем дегенде 1-2 ай жасау ұсынылады. Содан кейін сіз 1-2 ай үзіліс жасап, курсты қайталай аласыз. Масканың тиімділігін арттыру үшін оны қолданар алдында бетті тазарту және булау қажет. Ыстық компрессті қолдануға болады. Маска негізі массаж сызықтары бойымен щеткамен немесе қолмен қолданылады. Құрғақ теріге арналған ылғалдандыратын масканы көзге және ерінге қолдануға болмайды. Бұл жерлерді маймен немесе арнайы кремдермен майлауға болады. Маска бетте тұрғанда сөйлеспеу, бет бұлшық еттерін босаңсытып, көзді жұмған жөн. Достар, бұл видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.